көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гәкку топ 10 назарларында. Нөп-нөви оформление мен кәдімгідей жаңа киім алған қыздар секілді әдемілеп шығып жатырмыз. Ал қарсы алыңдар, қызыл кілем қайда? Міне екен ғой. Болды, бастаймыз. Алдымен үміткерлерге тоқталайық. Біріншісі Дарикорн. Әншінің алғашқы туындысы Жап деп аталады. Бейнебаянда жігіт қызды бағаламайды, сосын ару қылышпен ана өмірге аттандырады. Сөйтіп соңында сәбіз турап тұр. Шамасы ыстық палау дайындап жіберейін деді ау деймін. Екінші үміткер қазақтың монатигі Әділжан Умаров. Әнші алыстама дейді. Алыстап көр осыдан Рингоны ертіп келемін деп тұр ғой. Я болмаса, алуа мамасына айтып береді. Сондықтан экраннан алыстамай телеграмға кіріп дауыс бер. Алыстама жанымнан, алдамасын сағындар. Сен үшін қаласаң берейін бәрін, тек сен кетпеші жаннан. Алыстама жанымнан, алдамасын сағындар. Сен үшін қаласаң берейін бәрін, тек сен кетпеші жаннан. Үздік ондыққа да келіп жеттік. Оны ашқан Кешью. Кешіш пат, не ғой, Сақинаны қызың алдың ба әлде бауырыңа ма? Егер ару алсаң, неге бауырыңның бөлмесіне апара жатыр едің? Сезімдерің соншалықты ма не? Қызық екен. Тоғызыншы орында Қарава мен Әділ. Екеуіне қарасаң иньян сияқты бір-бірін толықтырып тұр ғой. Жалпы қай жағынан да антоним. Бір сөзбен айтқанда мінсіздіктің белгісі. Қысқасы, осы мінсіздіктің белгілерінің шеруімізде жүргеніне 15 апта болыпты. Қой болды, барып демалыңдар. Сегізде Мәди Рымбаев. Аталмыш бейнебаянның соңына таман әншінің қызын бір жігіт алып кетті. Өмірде не болғаны белгісіз, әйтеуір сүйіктісінен айырылып қалыпты ғой. Қайғырып ән шығарып жүр. Қане, қолдайықшы осы сәтінде деп мемлекеттік деңгейде траур қылып жіберсең, е? Жетіншіде Айдана Меденова. Енді Айдана қызықсың. Қасыңның ортасы қосылып, орман болып жатса күлмей қайтеді. Орынды ғой, мінсіз болмасаң болма, бірақ қатты өзіңді еркіндікке жіберуге де болмайды. Сондықтан оған бола ренжіме енді.
Екінші орында Кәмшат Жолдыбаева. Негізі мына жерде Кәмшат дәрішіп жатқан жоқ, қиылыстағы ападан алған насыбайын атып жатыр десеңе, мәссаған сол шын болып шықса ғой. Әзіл ғой, айтпақшы, жігіттер не болды, дауыс қайда? Қалай отырсыңдар мынадай қызға қарамай? Сені ұмыта алмай, жүрек жылыта алмай, жүрмін көне алмай, бәрі бітті дегенге. Оралардай маған қайда, қайда, келші деген сөзді айда, айда, сені іздей бердім, сол бір күндер қайда. Сезім жетелейді, тербемейді, уақыт емдемейді, жібермейді. Сені ұмыта алмай жүргенімде, сүйші, сүйші мені, болсаң мейлі. XX Шеруіміздің бел ортасында Айри. Әнші ойладың ба деп енді миыңды ашытпайтын болды, өйткені шеруімізбен қоштасуда көзді ашып жұмғанша 15 апта болыпты ғой. Жететін миллионына да жеті. Жарайсың, қане, барлығымыз қосылып тағы бір ән салайықшы. Ойладың ба, ойладың ба. жүрегімде қал, кетпес кете, сендей жаным өрте, өзіме керек, ойламайсың мені сен неге жаным. Кетпес кете, сендей жаным өрте, өзіме керек, өзіме. Өзіңмен тек бұл өмірім ертегі болады, сен ойласаң қуанышқа жүрегім. Төртінші орында Шако. Ой, Сеймо. Ты отправляешь фото мне в директ, а там пипец. Саймон соткысы қолыма түсіп бір қарайтын ашып директін. Не сурет жүре дегені тасайын естіп тіпті бәрімізге қызық болып кетті ғой. Әлде Назима ма фотоларын жіберіп жүрген. От тебя не надо денег больше, чем у банка. От тебя не надо денег больше, чем у банка. Денег больше, больше, чем у банка. Мы купим тоже больше. Я предсказала, будто банка. Денег больше, чем у банка. По мне дороже, больше. Я пру на всех, кто танком. Үшіншіде Айдын. Әнші сөндірме дейді, шамасы никтофобиясы бар ау деймін. Сәулесі зируза болған шығар онда. Түсінікті. Айтпақшы, бала екеуіңнің вкустарың бір екен. Әрине қызға келгенде, әлде зирузаның талғамы сондай ма? Арадағы махаббатты бүлдіре берме, жаным бүлдіре берме олай. Менің асыл сезімімді сөндіре көрме, жаным сөндіре көрме оңай. Арадағы махаббатты бүлдіре берме, жаным бүлдіре берме олай. Қос ғашықты бөліп араларына сеситай түсті, сөйтіп екіншіні емденіп алды. Уақыт өте жүре барамыз суып. Әнші ешкім жасамаған дүние дайындадым деп еді. Деп күтсек, Сияны көшіре салыпты ғой. Тек кішкентай қыздың орнына өзі түскен. Айырмашылық сол ғана. Жарайды дедік. Алтындықта кім екен айтпас бұрын өткенге көз жүгіртейік. 10 орында жаңғақ емес кешу. Бәрі құр елес бос енді, болмаймыз ешқашан, біз жақын дос енді. Қара бала мен әділ 9-шы. Медаль, тиді дәл, тиді дәл. 8-де шамы өшкен Мәди. Тасылмайтын өлең және шешілмейтін жұмбақ. Әлем, расымен өтірік пе жұмбақ. Қасы қосылған Айдана 7-де. Келеді тұста, айтылар қысқа, е болсы сонша қалады тұста, осы дұрыс па? 6-да Ех.
Камшат. сезім жетелейді тербемейді уақыт үндемейді жібермейді Шеруімізбен қоштасқан Айри 5-ші. Sen meni bugün bir oyladın ba, oyladın ba, oyladın ba. Elimning san turli boyağına, ishtagi sezimler boyadım ba. 4-те Шоко емес Сеймо. денег больше, 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 больше больше, чем у банка, банка, банка мы купим тоже крошку больше, больше я предсказала, будто банка, банка Никтофобиясы бар Айдын 6-ші. менің асыл сезімімді сөндіре көрме жаным сөндіре көрме оңай арадағы махаббатты бүлдіре берме жаным бүлдіре берме олай 2-де жаңалық аша жаздаған Сиситай. Sarılsam da şiir şarım gezdirim Sarılsam da şiir şarım gezdirim Алтын тақта Матраңтың стилімен айтқанда Зюруза, Зюруза. Әнші қыздар арасындағы 91 болып тұр ғой, жарайсың. Алтынды берме, әйтпесе ұят болады. Осылай сен жирный нүктесін қоймағанда кім қояды деп мотивация беріп қояйық. Құттықтаймыз. Мәнерім сонда да көрем кешегі сені естеліктерден қалған суреттер тартады мені терезелерден көрінетін шам ерте сөнеді алғашқы сезім оятың менен сыны көршегі қинамашы қинамашы мені алыстадың бұл сезім береді қинамашы қинамашы мені адастырған бұлт мені сезеді Бұл аптада әншілер осылайша жайғаста, келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспесең, кәдімгідей бұлданып отырсаң, онда оны өзгерт. Ол үшін біздің телеграмдағы парақшамызға жазылып, дауыс бер. Көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гәку топ 10 осымен тәмам. Көріскенше.